Енді bizim айтатын бүгінгі мәселеміз, кейбір бауырлар, біз ибадатты түсіндік. Итиқади, амали, ибадат қалай болады? Тазим деген қандай сөз? Тазимнің өзі екіге бөлінді. Тазим екіге бөлінді. Тек қана ибадатқа арналған тазимдер бар, кейін пайда болған құрметтеулер бар. Ибадатқа арналған тазимдер болады. Оларды ниетсіз де біреуді сәжде қылатын болсаң, ол харам. Ниетсіз де біреуді рүку қылатын болсаң, ол харам. Кейбір бауырлар пайда болды. Айтқан сөзді де түсінбейді, айтқан Құран хадисіңе де мән бермейді, халықты алдайды. Құран сонда мен жүрем деп. Бауырлар, сақ болайық. Олар Құран сонда мен жүрмейді. Олар ұстаздарының сөзімен жүреді. Құранға қайшы келсе де ұстаздарының сөзін алады. Хадиске қайшы келсе де ұстаздарының сөзін тәріп қылмайды олар. Олар Құран сүннадан шошиды олар. Құран сонда мен сөйлем десең шошиды. Әзраил періштені көргендей шошиды олар. Жанын алатындай болады олар. Құран сонда мен жүрмейді олар, бауырлар. Құран сонда мен жүретін болса, Құранды тыңдайды, хадисті тыңдайды. Олар дым, тек қана ұстазымен жүреді. Құранда Алла Тағала айтады: «Инна касира минал ахбар ва рухбан арбаб мин дунилlah». Көп деген христиандар болды, көп деген яһудилер болды дейді. Ғұламаларын Алладан басқа Алла қылып алды олар. Құдайдан басқа Құдай тұтынды ғұламаларын. Неге? Ғұламалары бір нәрсені харам десе харам дейді. Ширк десе ширк дейді, халал десе халал дейді. Алланың аятымен де олар шаруасы жоқ. Дәл қазір сондай адасқандар bizim арамызда да пайда болды. Алланың халалымен шаруасы жоқ. Алла Тағаланың рұқсат бергенімен шаруасы жоқ олар. Пәленкес Мединеде былай деп айтты, болды оған. Вахи мунзал. Алладан вахи келгендей болады оларға. Мединенің ғұламалы осындай деп айтты. Дәлел де сұрамайды, ешқандай сұрамайды олар. Олардың өзі ширк фил итиқад. Олар сенімде Аллаға серік қосып жатыр, олардың өзі. Олардың өзі Алла Тағалаға ойында, жүрегінде серік қосады Аллаға. Алладан басқа олар шешім беруші қылып табылады оларға. Солардың бір сенім итиқады bizim арамызда әйелдің сәлем салғаны ширк деп айтады. Қараңыз, ta'zim де демейді, харам да демейді олар, ширк деп айтады. Біз оларға басында ибадаттың мағынасын түсіндірдік. Ибадат деген не дедік? Бір кісіні құрметтеу, құрмет дәрежесіне алып бару ниетмен, сеніммен, яғни соны құрметтеп атқан жаның сондай сипат бересің ба? Қазір bizim арамызда келін атаға, енеге сәлем бергенде оны ғайыпты білет деп сәлем бере ма? Дүниені басқарат деп сәлем бере ма? Менің енем түгел дүниені басқарат деп сәлем бере ма? Менің енем бала берет, шипа берет деп сәлем бере ма? Беретін болса айтыңыз. Енді ондай ниетпен сәлем бермейтін болса неге ширк деп айтасың? Сенің мақсатың bizim қазақтың салт дәстүрін бұзу. Қазір бауырлар соғыс, ешкім мемлекет басқа мемлекетке тіке соғыс ашпайды бауырлар. Қару жарақпен басқа мемлекетке соғыс аспайды. Арасында сол мемлекеттің надандарын таңдап алады, сол мемлекеттің салт дәстүріне қарсы іс-әрекет жасайды. Міне, ширкке жатпайтын амалды ширк қылып жатыр. Ширкке жатпайды, біз дәлелмен түсіндіріп айтып беріп жатырмыз. Кейбіреулердің ұстаздары сияқты ғайбаттамаймыз. Олар қабір азабына сенбейді, олар қияметке сенбейді, олар сират көпіріне сенбейді деп ғайбаттамаймыз біздер. Біз дәлелмен айтып жатырмыз. Ибадаттың мағынасы осы деп жатырмыз. Кім осындай сипатты әулиеге де, аруаққа да беретін болса, осы ширк. Енді келіннің, жақсылап тыңдайықшы, келін енеге сәлем бергенде, атаға сәлем бергенде, оны Құдайдың сипатын бере ма? Ол ғайыптың бәрін білет, ол қайда да болса естиді, ол бала берет, ол шипа берет деп айта ма енесіне? Айтпайды ғой. Онда неге оны ширк деп ширкке шығарасың? Жақсы, ол харам деп айтайық. Енді харамға жатам екен. Қандай құрмет, қандай ta'zim харам деп айттық. Соны білейікші. Қандай құрметтеу, ta'zim харам болады, оны шариғатта тек қана ибадатқа бекіткен құрметтер болады. Біреуге сәжде қылу, біреуге рүку қылу, біреуді көмекке шақыру, ғайрулланы. Енді келін
енеге сәлем берген. Келін енеге сәлем бергенде, ол сәжде қыламай, енені рукуға барама. Қалай енді оны харам деп айтамыз біздер? Харамға жатпайтын амалды сен қалай ширк деп айтасың? Bizim қазақтың салт дәстүрін құртам деген ниетпен келеді бұлар. Миллиард. Ол да дәл солай. Қанша ақша бөледі? Басқа мемлекеттің салтын құртам деп, оларды өз салтыма келтірем деген ниеттермен тіке арамызға соғыс ашпайды ешкім. Келіп мен Қазақстанға соғыс ашып, оларды құртайын демейді. Арасында надандарды, дымды түсінбейтінді не істейді? Таңдап алады. Өз салтына қарсы қылып айдап жібереді. Ширк болу үшін жаңандай сипаттар табылып жатыр ма сәлемде? Яғни енені, атаны мутасарриф фил умур, дүниені басқарады, бала береді, ұрпақ береді, ауруны шипа береді деп сәлем берген келін енеге сондай етеқады бар ма? Немесе жақсы, бұл ширк емес екен. Харам қылу үшін да ол тағзим, ол құрметтеуі сәжде дәрежесіне барды ма? Руку дәрежесіне барды ма? Неге оны харам деп айтамыз онда біз? Ол харам тәзимге, харам құрметтеуге де жатқан жоқ ол. Жасаған амалы. Қалай оны харамға шығарамыз? Харам болу үшін бір құрметтеу, бір тәзим. Харам болу үшін қандай сипаты болу керек? Шариғатта оны тек қана ибадатқа бекіткен құрметтер болады, бауырлар. Сәжде қылу, руку қылу, ғайрулланы көмекке шақыру, аруақты, әулиелерді көмекке шақыру. Келін енеге сәлем қылғанда оның аруақын, рухын көмекке шақыра ма? О, ененің рухын маған көмектесіп. Ондай қылмайтын болса, неге оны біз харамға шығарамыз? Ширк болмайды, ширкке қоспаймын оны. Олардың ширк дейтіндердің мақсаты бөлек бізден. Олар bizim салт дәстүрімізді бұзғысы келеді. Қазақ деген атты жоқ қылғысы келеді олар. Олардың мақсаты, ширкке шығаратындардың мақсаты бізден бөлек, бауырлар. Олардың сөзін де тыңдауға болмайды. Келіннің сәлемі ширкке де жатпайды, харамға да жатпайды, бауырлар. Ширк амалға жату үшін сол сәлем қылатын, сәлем қылып атқан жанды оны Құдайдың сипатын беру керек бірінші. Оны мутасарриф фил умур, алимул ғайб, ризық беруші деген сипаттарды сол енеге беру керек, атаға беру керек. Сол кезде ширк болады. Қашан ширк болады? Сондай сипаттарды берсек, тәзиміміз, құрметіміз ибадат дәрежеге баратын болса, сәждеге баратын болса.